Бүгін Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік музей қорығында қазақ руханиятының үлкен жанашыры, музей саласының ардагері Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Жүнісова Майкен Қазбекқызының 75 жылдығына арналған ұлылар мұрасына адалдық атты еске алу кеші өтті. Бұл тек бір тұлғаның өмір жолына шолу жасап естелік айту ғана емес, бұл ұлтымыздың ұлы тұлғаларының мұрасын көзінің қарашығындай сақтап, кейінгі ұрпаққа жеткізген жанның ерен еңбегін бағалаудың бір көрінісі. Абай музейінің құрылғанына 85 жыл, мерейтойлы жыл. Сондықтан биылғы жыл көптеген атаулы даталармен есте қалмақ. Соның бірі және бірегейі осы музей ісіне өлшеусіз еңбек еткен, ұзақ жылдар осы Абай музейінің бүгінгі күнге дейінгі қалыптасуына, күллі қазақ халқына, алыс жақын шетелдерге, әлем жұртшылығына танытуда үлкен орасан еңбек сіңірген Майкен Қазбекқызының 75 жылдық мерейтойына осыған байланысты еске алу кеші ұйымдастырылып жатыр. Осыған мінекей сіздермен бірге қауышып көрісіп тұрғанымыз үшін шын жүректен қуанышты екенімізді айтқым келеді. Осы музейде қаншама жыл қызмет істеп, осы музейдің өзінің мол мұрасын халыққа насихаттауда көптеген еңбек істеген әріптестеріміз де бүгін ортамызда. Сондықтан баршаларыңызға қош келдіңіздер деп айтқымыз келеді. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып, аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма ойлаңдаршы, өлмейтінін артына сөз қалдырған дейді Данабай. Бүгінгі шарамыз артында өлмейтін із қалдырған Абай мұрасына, оны насихаттауға адалдық танытқан Майкен Қазбекқызының еске алу кеші. Барлықтарыңызға қош келдіңіздер деп айтамын. Майкен Қазбекқызы өз еңбек жолын 1974 жылы Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік музей қорығында қарапайым экскурсовод қызметінен бастады. Талмай еңбек ете жүріп, аға ғылыми қызметкер, бөлім меңгерушісі сынды жауапты қызметтерді абыроймен атқарды. Ал 1990 жылдан 2011 жылға дейін 21 жыл бойы аталған мекемеде директордың ғылыми жұмыстары жөніндегі орынбасары қызметін атқарып, музейдің дамуына елеулі үлес қосты. Майкен Қазбекқызы музей ісінің нағыз маманы еді. Ұлы Абайдың ғана емес, күллі қазақ әдебиеті мен мәдениетінің інжу маржандарын жинақтап, насихаттауда, сақтауда, ұрпаққа жеткізуде өлшеусіз еңбек сіңірді. Абайдың әдеби мемориалдық музейінің кеңеюі, яғни қорық музейі болып қайта құрылуы Майкен Қазбекқызы сынды майталман мамандардың арқасы екені анық. Біздің Майкен өте білімді, өте еңбекқор. Қандай нәрсені істесе де соның түбіне жететін. Білмейтін нәрсесі жоқ қой. Бір Майкеннің сұрасаң, Абай туралы, Абайдың ұрпақтары, Абайдың шәкірттері сондай қызығып айтатын. Майкен сондай ораторский искусство мен ораторлық шеберлігі де өте мықты болатын. Сондықтан айтқанда сондай қызықтырып айтатын. Жалғыз Абайдың өмір баяны емес, Майкенді біздің Семейдің тарихынан сұрасаң, толық айтып береді ғой. Сондай жан жақты білетін адам болатын, өте білімді. Қандай нәрсені істесе де түбіне жететін, жан жақты дайындатын. Бір Абайдың юбилейі болса да, Париждағы ұйымдастырған Луврдағы выставка болса да, түгеліне керемет дайындалатын. Сондықтан бүгін музей ұжымына өте ризамыз. Майкенді ұмытпай, қанша еңбегі бар, зор үлесі бар осы музейге. Сондықтан музей ұжымына өте ризамыз. Біздің жанұямыздан тек жақсылық осы музейге тілейміз. Міне бүгін Майкенді еске алып, мына біздің қыздар бүгін осындай кеш ұйымдастырып жатқанына мен өте қатты риза болып отырмын. Абай мұражайының адамдарына шексіз алғыс айтамын. Майкен өте ғалым адам еді. Ол мынау экспозициялардың ғылыми нелерін жасады, жобаларын жасап, ол экспозициялардың халыққа түсінікті болуы, ғылыми болуы, көркемдік жағын бәрін жан жағынан қатар қамтитын сондай жан жақты адам еді.
Майкен Қазбекқызы Абай музейінде қызмет еткен жылдары Мәскеу қаласынан 19 ғасырдың соны мен 20 ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің, орыс және батыс классикалық әдебиетінің сирек үлгілерін, құнды архивтік деректерді жинақтап, музей қорын байытуға көп еңбек сіңірді. Бұл оның ғылыми ізденісі мен музей ісіне деген ерекше ынта-жігерінің нәтижесі. Еңбегі елеусіз қалған жоқ. Музей ісіне сіңірген еңбегі үшін түрлі марапаттарға ие болды. 2001 жылы мәдениет қайраткері төсбелгісімен, 2011 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл мерекелік медалімен марапатталды. Бүгін біздің музейімізде өзіміздің әріптесіміз, музей ардагері Майкен Қазбекқызы Жүнісованы еске алу кеші өтіп жатыр. Өкінішке орай осыдан бір жыл жарымдай уақыт бұрын ол кісі өмірден өтіп кетті. Бірақ ол кісінің осы біздің музейіміздің жалпы көп жылдар жұмыс істеп, біздің музейіміздің дамуына үлкен өзіндік үлесін қосқан біртуар азамат деп айтуға болады. Себебі Майкен Қазбековна өзі музейге келген уақыттан бастап, жалпы біздің музейіміздің мынау музей қорыққа айналуына, сонымен қатар бөлімдер ашылуына үлкен еңбек етті. Сонымен қатар біз енді бірге істеп кезінде әріптес болдық, артынан ерген інілері, іні буын ретінде көп үйренгеніміз осы Майкен Қазбекқызынан үйренгеніміз көп. Майкен Қазбекқызы аты алтын әріппен музей тарихында жазылған тұлға. Оның жарқын бейнесі мен қалдырған ізі кейінгі буын үшін үлкен өнеге. Осы бір тағылымды кеш аясында Майкен Қазбекқызының рухына тағзым ете отырып, ұлылар мұрасына деген адалдықтың, мәдени мұраға деген шынайы құрметтің нағыз үлгісін еске аламыз. Нұрай Медетқызы, Айдана Бестебаева, Ғалижан Сәкенов, Алишер Абилов, ТВК 6 телеарнасы.